Хакер атырау деген кім? Жалпы ютубтан бүкіл жерден қарап шықтым. Именно хакермен сұхбат қазақша нұсқада жоқ екен. Көбіне орыстармен, украинстармен бар екен. Бізде қазір хакер атырау деген кім? Жалпы ютубтан бүкіл жерден қарап шықтым. Именно хакермен сұхбат қазақша нұсқада жоқ екен. Көбіне орыстармен, украинстармен бар екен. Бізде қазір қазақша ең алғашқы подкаст. Бізде қонақта хакер атырау. Нұрлан, оқырмандармен өзіңді таныстырып кетсең. Жалпы енді ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен видеоларда тәк жege беремін, үйреніп қалған шығар барлығы. Жалпы есімім Нұрлан екенін барлығы біледі. Мен өзім жеке ешқайда фотоларымды салмаймын, бірақ аккаунтыммен біраз адам біледі деп ойлаймын, істеген жұмыстарыма байланысты. Жалпы өзім Атыраудың тумасымын. Құрманғазы ауданы, қазір Құрманғазы, бұрын Ганюшкин деп аталады. Ганюшкин, сол жақтың тумасымын. Жалпы инстаграм аккаунт жүргіземін, хакер атырау деп, контентті мен осы IT саласындағы блогым, жаңағыдай ақпараттық қауіпсіздік бойынша жұмыс жасаймын, жалпы өзімді. Сол бойынша да видео түсіремін, анықтау, зерттеу деген сияқты. Жалпы бұл салаға қалай келдің? Хакерлікті қайдан бастадың, неден бастадың, қай уақытта? Жалпы енді мені бала кезімнен танитын адамдар біледі. Мен өзім жалпы техникаға, телефон, компьютер деген нәрселерге жақын болдым. Мен бала кезімнен осы нәрселерге қызығушылық болды. Өсе келе мен сразу бір хакер болып, хакер деген информационный безопасность қой былайша айтқанда. Ол мамандықта бірден жұмыс жасап кеткен жоқпын. Неше түрлі жұмыстар жасадым, плотникта болып жұмыс жасадым, разработчида болдым, таксисте болдым, межгородта жүрдім, солай болды да барлығы. Бірақ енді сонда да бір андай Аллахтың солай берген ерекшелігі болды. Мимен жұмыс жасау, логика деген сияқты. Сөйтіп өзімді дамытып, Москваға бардым, оқыдым. Жалпы оқуға қарағанда өзімнің ізденген көбірек, яғни оқу орнынан алған білімге қараған. Сол сәтте маған Пуэрто-Рикодан бір шетелдік номермен жазды: сәлематсыз, осылай салыпсыз, бұл мен Атырау хакермін деп, содан әңгімеміз басталды. Міне, бұл 4-інде болған оқиға, сол күні сол шыққан кездегі оқиғалар. Ол маған айтты: жас баланың дауысы екен, сіз мен салыпсыз, мен туралы дезинформация кетіп жатыр, мен туралы жаман ойлап қалуы мүмкін. Мен айттым: ал сіз қандай жақсылық жасадыңыз? Міне қараңыз, сізге қатысты мына жақта менде чат бар, қанша адам өстіп өтірік айтпайды ғой, бір адам болса, екі адам болса көремайтын. Ол маған түсіндіріп, мен сізге дәлелдерін жіберемін, қағазымды бір нәрсе деп. Мен айттым: жоқ, маған сенің дәлелің, қағазың, мен жалпы сен туралы мүлдем жазайын деп, айтайын деп жатқан жоқпын дедім да. Сіз дәл қазір маған керек емессіз, мен сіз туралы айтайын деп жатқан жоқпын, маған ол жазбайын да, маған просто осы оқиға керек болған дедім да. Бауырым, мен сені тіпті ол айтты, мен шетелдемін, мен қашып жүрмін, сізге бірден айтайын, мен қазір басқа жақтан шығып тұрмын деді. Сөйтіп мен оған түсіндірдім оқиғаны. Мен оның барлық подробносын айтпай қояйын, бірақ ары қаратай қазірде телефоны бар, байланыстамыз. Егер мен сол кезде жаздым, егер полиция шынында да, кейін ол шықты ғой, жаңа 4 рет алаяқтық жасаған, қылмыстық іс қозғалған, іздеу жарияланды деп. Бірақ содан бері қаратай 2-3 күн өтті. Егер шынында да соған халықаралық іздеу жарияланған болса, мысалы маған егер полиция: сіз байланысыпсыз ғой, беріңізші номерін десе, міне номері дәл қазір тұр, істеп тұр. Ал ешкім сұраған жоқ, мен не істеймін, бәленшенің нөмірін алыңдар деп жүгірмеймін ғой. Және кеше ғана әлеуметтік желіде көрдіңіз, бір блогер барып, міне Атырау хакерді мен таптым, ұшып келдім, міне бардым, келдім деп жатыр. Ол өтірік па шын ба білмеймін, бірақ дәл соның қасында жүр. Ал енді сол адамға іздеу жарияланды деп жатыр, мысалы да. Енді бұл да әркімнің өз жұмысын көрсетер. Гүлмира ханым, жалпы сол Атырау хакердің жарияланған видеосының айтылған сөздер ол қисынды деп айтуға бола ма? Мысалы, көп дүниелер расталған. Мен ең бірінші жазған, мен ең бірінші өз логикама сүйеніп бірінші жаздым. Осыған саяды, соған енді әркімнің өз несіне орай ғой. Логикаға егерде, мысалы, кейін оны логикаға келе ма келмей ме емес, кеше ғана оны полиция айтты ғой, біз оны дәл осылай, олар осылай кетіп қалды, одан кейін Өзбекстанға кетті, одан симкаларын өзгертті, қазір енді сол жаңағы Индонезия мемлекетінде жүр. Бұл ол хакердің емес, бұл біздің де болжамымыз болған, мінекей біз оның бәрін реттедік деген сияқты. Оны полицияның өзі мойындап отыр, мысалы. Сондықтан содан бері көрінбеген, 5 ай көрінбейді, бірақ WhatsApp-ына жауап беріп тұр. WhatsApp-ына жауап беріп тұрады: біз бармыз, ой күштіміз, анау малды сата бердіңдер, үйте бердіңдер. Тек WhatsApp-пен тапсырма беріп тұрған. Ал кейін
қарашаның басында өздері үй иелері де жоғалып кеткен кезде жаңағы басқа тағы бір қызымен бірге, ол кезде наурыз біз ана қызды алып кеттік, емдеуге алып кеттік, міне емге келдік, міне докторға кірді, міне докторға шықты. Енді әдетте енді кез келген адамға белгілі, сіз жоқ адам жай бар, егер мүмкіндігі бар, қолына сотка ұстайтын, өз жауап беретін адам өзі онсыз да жауап береді, видеоға шығып. Біз енді адам қатты төсек тартып жатқанда, болмаса жүруге мүмкіндігі жоқ кез айтамыз, ана жерде жатыр деп біреу-біреудің телефонын алудың өзі енді дұрыс емес. Біреу-біреуге жауап беру. Ал енді көрінбеуі, ол 5 ай бойы, мен сізде күдік туған жоқ па? 5 айдан бері сіз сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, міне август болыпты десем, жоқ, олар енді үнемі сөйтіп ары бері жүретін, бір жаққа кететін, соңғы кезде ана қыз ауырып жүрді. Енді өздері де байқасаңыз видеодан бір сондай еті тірі пысықтар емес, енді әлбетте мүгедектігін алады, дімкәс, бірін-бірі сүйреп жүрген енді отбасы ғой. Сондықтан біз оның бірақ соңғы кезде мүлдем шықпай қойғаны. Енді қараңыз, қазақтың жанды жері, жер дау, қатын дау, мал дау ма? Жалпы бұлар қай кезде адамның жоқтығына мән бермеген қайран ауылдың халқы мал сатылады деген кезде бар, жан-жағына мән беріп, бұл малды кім сатып жатыр, сол кезде бауырымыз қайда, ана малдардан ол өмірі ажырамаушы еді, мынаны кім қаншағасы өтіп кетті деген сияқты. Міне сол кезде ең алғашқы туысқандар, ең алғашқы көршілер бәріне қызығушылық жаңа бір шетінен, шында да өздері қайда кетті, қаншаға сатты, осы бағаға беріп па деген сияқты. Міне қарбалас дәл сол кезде мал сатылғанда бастаған. Ал адамдар оның алдында жоқ болып кетті ғой. Мысалы іздеп жатқан адам, көрші қолаң қайда кетті, өздері қазір айтып жатыр. Бұл кісілер сондай тыныш, жайлы, жақсы отбасы, өмірі бір адам, ағамыз үйден аттап ауданға шықпаған және малын тастап шығу мүмкін емес дейді. Енді мен білмеймін, енді қазір қалада басқаша, ауылда да қазір ауылыңда қала болып кетті ғой. Енді адамдар бір-бірімен араласпай кетті ма, көрші-көршінің есігін ашпайтын болдық, шақырмаса бармайтын болдық деген сияқты да. Бұл да енді өте дұрыс емес қасиет шығар. Міне сондықтан оларға ерен санамау, мән бермеу, ауылдың ішінде жүрген біреу деп, міне сол кезде оның айтуы бойынша, яғни наурыз жаздың соңында, шілденің соңында, ал үй иелері қарашаның басында жоқ болып кеткен. Көрдіңіз ба? Осы оқиғалардың бәрін айтты. Ары қарата мен ол кісімен үнемі байланыс жасап отырдым. Ол бір күннен кейін, сіз білесіз ба, ол тек қана олар ғана кеткен жоқ қой деді. Ал кім кетті? Өзі уже полицияда ресми мәліметті білдік, басқаны білдік, 4 адамның шынында да жоғалғанын білдік. Бәрі құлдық қалып кетті ме, басқа ма дейді. Қазақстанда заң бойынша білесіз, құлдық деген сөз жоқ. Бізде құлдық болмайды. Ал енді 4 адамды бірде алып кету мүмкін емес,